орыс, қазақ, американдық деп бөлмейді. Біз өзіміздің қазақи таңбамызды ұзаққа қалдырамыз осы жерде. Бірақ әзір әрине белбеуге ең жақын тұрған қазақ ол Шавкат Рахмонов. Плюс бір батыр в UFC. Сүйінші қазақ елі, бүгін бізде той. UFC-ге тағы бір біздің қазақ бауырымыз, батырымыз, палуан қосылды. Көк туымызды желбіреткен қазақ ол Дияр Нұрғожай. Оның толық жекпе-жегін және де әдемі нокаутын менің телеграм арнамнан көре аласыздар. Толық жекпе-жек сода астыдағы сілтемеден өтіп қарасаңыздар болады. Ал сүйіншіні осы Каспи картаға жіберсеңіздер болады. Барлығы біздің арнамыздың дамуына кетеді. Ал біз бастаймыз. Мені допингке қарсы күрес агенттігі тексерді. Мен UFC-ге білмеймін. Шавкаттың ағылшынша тілі де келмейді. Трэш-ток жасайтындай. Әрине, маған да титуліне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. Құттықтаймыз сені. Сен енді ресми түрде UFC жауынгері атандың. Не сезініп тұрсың? Микрофонға айт. Біріншіден бәріне рахмет айтамын. Әлі де сенбей тұрмын. Есеңгіреп тұрмын әлі де. Біз ұзақ уақыт еңбек еттік. Менің командамен, менің бапкерлеріммен өзіміздің мақсатымызды білдік. Соған ұмтылдық. Осы Dana White Contenders'ке алғысым шексіз. Біздей жас буынға үміт беріп, өзімізді көрсетуге мүмкіндік бергеніне. Енді үйіме оралғаннан кейін не болғанын түсініп, UFC-ге кіргенімді түсініп, 2-3 есе қаттырақ дайындаламын. Сен есеңгіреп тұрғанды айттың, бірақ осы мезетті дәл осылай елестеттің бе? Жекпе-жекті жеңіп, Dana White'пен танысып жүргенді, ойындағыдай шықты ма бәрі, немесе әлі де түсінбей, сенбей тұрсың ба? Жоқ, шынымды айтсам, дәл ойымдағыдай болды бәрі. Қалай шығатынды, разминканы, барлығын алдын ала дайындадық. Қос жұп болып жаттығу жасадық, яғни үйде залда елестеткендей болды барлығы. Және әрине Dana White ол бастық, оның алдында өнер көрсету абырой болды мен үшін. Ол мені көріп, мені алатын болған соң, ол одан әрі маған құлшыныс қосты. Жекпе-жекте немесе осы соңғы аптада күтпеген жайттар орын алды ма сенде? Былай айтайын, UFC және Dana White Contenders Series үлкен бір компания, оның қонақжайлылығы, ұйымдастыру жағынан өте жоғары деңгейде болды. Маған қатты ұнады, бізді қарсы алғаны, олардың қарым-қатынасы бізге деген, қонақтарды шеттетуі жоқ, орыс, қазақ, американдық деп бөлмейді. Сол үшін бізге бұл жерде қатты ұнады. Және біз әлі ораламыз. Енді сен UFC жауынгері болғаннан кейін өмірің қалай өзгереді деп ойлайсың? Менімше жақсы жаққа өзгереді деп ойлаймын. Бұл келісім шарт. Осы Dana White Contenders Series'тағы жекпе-жек бізді бапкерлермен бірге 2 есе көбірек еңбек етуге итермеледі. Себебі UFC алаңында әдемі төбелестер мен әдемі нокауттар көрсету үшін еңбектенеміз. Біз белбеуге ұмтыламыз, біз бұл жерге жай ойнауға келмедік. Біз өзіміздің қазақи таңбамызды ұзаққа қалдырамыз осы жерде. Бізде MMA дамып жатыр. Бізде Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Азат Мақсум. Плюс бір батыр в UFC. Сондықтан біз бұл жерге ұзаққа келдік. Сіздердің араларыңызда бір бауырлық күрес, талас бар ма екен? UFC-дегі бірінші қазақстандық чемпион болуға.
Если честно, Шынымды айтсам, біздің арамызда ондай жоқ. Әрине, біздің әр қазағымыз мықты болып белбеу алғанын қалаймыз. Бірақ әзір әрине белбеуге ең жақын тұрған қазақ ол Шавқат Рахмонов. Рахмонов, Әзіргі Белал мен Шавқат арасындағы шу дүрбеленді өздерің білесіңдер. вот. Все-таки мы надеемся и верим, Біз сенеміз Шавқат белбеуді қазақ елімізге әкеледі деп. будет у него. Мы Ал біз енді ғана келдік UFC-ге. Өзімді әлі ашқан жоқпын толықтай. Тек 20%-ымды көрсеттім. еще свою борьбу, Мен сендерге әлі өзімнің күресімді, греплингті, боксымды көрсетемін. Сондықтан меніңше UFC алаңы мені толықтай аша алады деп сенемін. Ситибанк ыңғайлы банктардың бірі. Өзіңізге керек кредитная карта немесе банковское дело, кредитование, инструменты, қалаған функцияны таңдап, ішінен өзіңіз қалаған қызметті жасай аласыздар. Өте ыңғайлы, әрі де қарапайым. UFC-дағы алғашқы жекпе-жегін жайлы ойландым ба? Дебютта кіммен шайқасқым келеді? Мүмкін белгілі бір жауынгерім бар шығар, немесе бір жер жайлы, қашан шайқасатын жайлы. Бір ойларым бар ма, немесе жоқ па? Есть какое-то имя соперника, с которым ты хотел бы в дебюте сразиться? Ты об этом еще думал уже? Уже думал или еще нет? прям Ол жайлы әлі ойланбадым, бірақ біз неге келдік бұл жерге? Мықтылармен күресу үшін. Солай, 15-тіктен немесе 10-дықтың ішінен кез келген біреуді беріңдер. Маған бәрібір, менің командам, бапкерлерім бар, менеджерім, бәрімен ақылдасу керек, ал мен жауынгер ретінде ертең ақ шығуға дайынмын. Бәрібір маған. завтра же подраться, вообще без разницы. Твоя левая рука все время попадала в... Сенің сол қолмен хайкикін үнемі дәл тиіп тұрды. Сен қарсыласына 15 минут бойы қазақ боксын үйрете алатындай көріндің. Бірақ сен оны нокаутқа түсіремін деп шештің. Бұл қалай болды? Сенің бапкерлерін айтты ма, немесе өзін сездің бе? Осы хайкик оны талдырады деп. Левая нога будет хай-кик, что он зайдет, или как так получилось, что финиш там для тебя был, и ты его забрал? Вообще, Негізі біз бапкерлермен жан-жақты дайындаламыз. работаем над Клинч, крес, удары, хайкик бәріне. Менде жауынгер ретінде өзімнің фишкаларым бар, басқалардай. Өздерін айтқандай соққыларым дәл тиді. Менің көп соққыларым дәл тиген. Бірақ мен бас кетіріп жүгірмедім оған. Кейде ол ақымақтық, ал кейде орынды. Мен оны оқып тұрдым, алдыңғы аяғынан кірдім. Хайкик ол үйден дайындалған бір соққы десем болады. Я его старался читать, заходил за его переднюю ножку. Вот. А хайкик, я так скажу, это домашняя заготовочка. Қазақ бауырымызды құттықтайық, бауырлар. Енді жартылай ауыр салмақта біздің тағы да бір бауырымыз бар. Енді Перейраны жеңіп, белбеуді алса тіпті керемет болар еді. Сіздермен болған сол идея арнасы. Қазақ бауырларыңызды қолдауды ұмытпаңыздар. Көптен көп алғыс айтамын. Лайк батырмасын басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау, жақсы жаңалықта кездесейік, аман болыңыздар.